Құрметті оқырмандар, бұл кітаптағы кейіпкерлер өз атымен жазылған еді. Өйткені бұл оқиға өмірде болған оқиғалар желісімен жазылған болатын. Бірақ ұрпақтары кейбір жайттарды білмеу үшін кейіпкерлердің аттары өзгертілді. Кейіпкерлерді өз атымен атап баяндау да, оқып беру де өте қиын екен. Өйткені оқиғаны оқу кезінде сол жағдайдағы көңіл күй, өкіну, күйіну, шарасыздық, жанталасу, тағы басқа сезімдегі кейіптері көз алдыңа елестеп, еріксіз көзіңе жас келіп, өзіңді өзің ұстай алмай қалатын күйге түседі екенсің. Өте қиын. Сондықтан да кейіпкерлер аты өзгертілді. Мен бірінші курсты бітіру емтихандарының барлығын 5-ке тапсырып, жоғары стипендия алатын болдым. Ал Дүйсенкүл бір сабақтан 4 деген баға алып қалды. Ол да жоғары стипендия алғысы келіп, емтиханды қайта тапсыруға рұқсат алды. Мен жазғы демалысқа ауылға қайтуға дайындалып жатқанмын. Дүйсенкүл сырттан келіп, бір күннен кейін тапсыратын болдым деді. Онда мен бір күнге саған серік болып қалайын деп едім. Жоқ, кете бер, мен кешке Күлипаштың үйіне барамын деді. Күлипаш туған әпкесі, сол Қызылорда қаласында тұратын. Сонымен Дүйсенкүл маған қайта бер, мен Күлипаштың үйіне барамын деген соң мен ауылға қайтып кеттім. Жазғы демалыстан кейін 2-ші курсқа қайтып келдік. Ойымда ештеңе жоқ. Сағынғаннан қуанып, құшақтасып қауыштық. Жылда қалыптасқан әдет бойынша күзгі науқандық жұмысқа көмек көрсетуге Жалағаш ауданына бардық. Күн сайын Дүйсенкүл, мен саған бірдеңе айтайын деп едім дейді де ештеңе айтпайды. Бір күні бірдеңе айтамын дейсің де айтпайсың. Ол не деп сұрадым. Көзі бір нүктеге қадалып, бүкіл тәнінің танабы тартылғандай болып, беті қуарып, мен 2 қабат болып қалдым деді. Жүрегім су еті қалды. Біреу төбемнен қос қолдап, ауыр салмақпен қойып қалғандай мең-зең болып тұрып қалдым. Үн-түнсіз қалшиып тұрмын. Қозғалсам құлап қалатын сияқтымын. Ол да не күй кешті дерсің, қозғалмайды. Әлден уақытта екеуміз де жылап тұр екенбіз. Күнде ешкімге көрсетпей жылаймыз. Бәрі ұйықтаған кезде түнде екеуміз бір кроватқа тығылысып жатып, сыбырласып сөйлесіп, жылап жатамыз. Күлипаш әпкеме қалай айтамыз, енді не істейміз, қайда барамыз деп сыбырлап уайымдаймыз. Тағы бір күні кроватына жатып, сыбырласып жатыр едік. Дүйсенкүл, осы кезде екеуміз жатсақ, жүрегім сығылып кететін болып жүр, ішім тірелгендей болады, деді. Бұрынғыдан бетер қорқа бастадық. Іші өсіп, шығып кетсе не кеді? Жасырынып, қашанғы қалай жүреді деген ойлар екеумізді де мазалай бастады. Қалайда тұрмысқа шықпаса болмайды деп шештік. Ол үшін Күлипаш әпкеге бәрін айту керек. Оны да екеуміз барып айтуымыз керек. Сонда мен Күлипаш әпкенің алдына қай бетіммен қалай барамын? Жан досың болып қасыңда жүріп, не жағдай болса да сенімен бірге көрмей, тастап кеткен мен кінәлі сияқтымын. Неге осылай жасадың? Бұл қалай болған нәрсе? Бір күн ғана өтті. Онда Күлипаштың үйіне бардың. Ертесіне тапсырдың. Сен тағы да Қалиханмен кездесуге қалғансың ғой. Мен Күлипаш әпкемнің алдына бармаймын. Айтпаймын да, өзің шеш деп, ауыр болса да досымның сондай халге душар болғанына жаным күйіп, жан айқайымды сыртқа шығарып айтып салдым. Енді қалай оқуды жалғастырады, не істейміз деп іштей сарсаңға түсіп ашу қысты. Адам өзі жүретін жігітіне де барлық жағдайын түсіндіріп айта алмайды екен-ау. Қамқорлық жасап, баласын асырайтын адамның да ыңғайы жоқ, Күлипаш әпкеден басқа. Бірақ Күлипаш әпке де асырай алмайды. Үлкен отбасы. Өзі ұстаз, мектепте істейді. Өз шаруасы өзіне жетерлік. Әлде біздің үйге анама 11-ші бала етіп асырап берші, оқу бітірген соң өзі алады десем бе екен, деген ой да мазалады. Кенет дір ете қалдым.